Болат Асқар Бақытжанұлы, Алматы қаласындағы IT университетінің 2015 жылғы түлегі болып, мамандығым математикалық компьютерлік модельдеу. 10 жылдық тәжірибесі бар математик пен мұғалім болам. Және осы Қалан Кз порталының авторы, мектептерге математиканы оқытудың инновациялық әдістерін ендіруші. Яғни мына Алматы қаласындағы жеке мектептер бар, Тамыз, Зерде, Мирас, Кемел деген сияқты. Сонда біз Қалан Кз порталын енгізіп, математиканы оқытуда координатор боламын. Вебинарда мынадай сұрақтарға жауап ала аласыздар. Яғни біріншісі, математика не үшін қажет? Математиканы қалай тиімді оқуға болады? Математикадан есептер шығаруға неге қиналады балалар? Міне осы сұрақтарға жауап ала аласыздар. Арғылай осы вебинардың соңына дейін отырғандарға менің арнайы сыйлығым бар. Ол біздің платформа арқылы тегін диагностика жасай аласыз балаңызға. Яғни балаңыздың қай тақырыптар дұрыс меңгермегенін ұмытқанын білетін нақты жаңағыдай диагностиканы ала аласыз. Пандемия кезінде деп сөйлейтін болдық қой, пандемия кезінде оқып, қазір диагностикадан бізде өтіп жатқан оқушылардың басым көпшілігінде пробелдар бар, яғни толықтыру керек жерлер өте көп. Сол как раз нақты өзінің деңгейін біле аласыздар балаңыздың. Осы тегін диагностика арқылы. Енді бұл именно осы вебинарды соңына дейін көргендерге бұл керемет мүмкіндік. Себебі біз келесіде уже диагностиканы 3000 теңгеден сататын боламыз. Ал вебинарды бастайық. Енді бастамас бұрын алдымен былай келсе олайық, вебинар сақталмайды. Былай тоқтатып пауза қойып кетіп басқа жұмыстарды бітіріп қайтып келіп жалғастыра алмайсыздар. Біз өтіп кете береміз алға қарай. Сол үшін сіздер уақыттарыңызды арнап қазір жайғасып алып, кәдімгідей осы пайдалы болу үшін, осы сабақ сіздерге пайдалы болу үшін соңына дейін үзбей көрген дұрыс болады. Және де интернеттарыңыз дұрыс жасамай тұрса, дұрыс ұстамай тұрса, үзіліп бесіліп тұрса, интернет жақсы ұстайтын жерге отырып алсаңыздар. Тағы да қайталап айтамын, вебинарды соңына дейін көргендерге жаңағы диагностикаға тегін доступ беріледі. Ол бастайық. Математика не үшін керек? Қазір мен чатты өшіріп қойын, сіздерге кедергі болмасын. Бүкіл вниманияларыңыз, бүкіл нелеріңіз гүлсе болсын, мына экранда болсын. Мен мына чатты өшірем уақытша. Так, математика не үшін керек? Ойланып көрейікші. Жалпы математика барлығына керек па? Осындай сұрақтарды мен біраз оқушыларға қойдым, сонда әртүрлі қызықты жауаптар естідім. Сол қызықты жауаптарға тоқталайық, біз солардың біріне тоқталайық. Мысалы айтып, менің әкем мектеп бітірген соң маған математика керек болмайды деп айтты дейді. Просто ақша санау білсең болды деп айтты дейді. Осындай оқушыдан естідім. Тағы мынандай болды. Ертең дейді, ағай дейді, ертең мына мен оқып жатқан нәрселер дейді, сіз үйретіп отқан синус, косинустар маған керек болмайды дейді. Өйткені мен журналист боламын дейді. Осындай оқушылар да болды. Ал мынандай оқушы да болды. Ал менің әкем дейді, мектепте өзі 3 пен оқыған дейді. Қазір өте бай адам дейді. Ал менің математикадан қазір нашар болғаныма ештеңе демейді дейді. Осындай да оқушылар болды. Бірақ бұл оқушылармен мен келісемін. Өйткені бұл ашық шындық. Яғни мен сияқты математик пән мұғалімі болмасаңыздар, яғни мамандығыңызда математик мұғалім ретінде таңдамасаңыздар, мына мектеп, университет бітірген соң математика өмір сүруге керек болмайды. Бұлмен біз келісу керекпіз, бұл ашық шындық. Ал осындай қалай ойлайсыздар? Осындай ойда жүрген оқушылар математиканы қызығып оқи алады ма? Жалпы мен өмір сүруге маған бұл керек емес деген оқушылар, мысалы, мынау нәрсе мен журналистпін, маған не үшін математиканы беріп жатсыз деген оқушылар қызығып оқи алады ма математиканы? Әрине жоқ, оқи алмайды. Енді осындай ойда жүрген оқушыларға мен жауап беріп көрейін. Мысал келтірейін. Мысалға мына жерде бицепс деп аталады. Осы бицепсті качать ету үшін, яғни шынықтыру, жаттықтыру үшін қандай упражнение жасау керек? Немен жасау керек? Гантельмен, яғни мынандай упражнение жасау керек. Ал қараңыздар, математика вот мидың тренировкасы. Математика арқылы біз миды качать ете аламыз. Миымызды качать етеміз. Түсінікті ғой, бәрімізге? Яғни, бағана оқушы айтқандай синус, косинус, жаңағы есептері біздің өмірде керек болмауы мүмкін, бірақ сол есептерді шығару арқылы шыныққан миды болашақта
алып кетеміз ары қарай, пайдаланамыз ғой сол миды. Сол себепті миы математикамен шыныққан адам, ол журналист болсын, ол ең мықты журналист бола алады да. Жалпы қай сала болмасын, миы математикамен шынықса, ол сол салада мықты бола алады. Ал сонымен шешіп алайық, жалпы математика не үшін керек? Миымызды шынықтыру үшін екен, миымызды шынықтыру үшін. Тіпті бұл пәнді бүкіл әлем оқиды. Бүкіл әлем ақымақ емес шығар, математиканы ендіріп қойған, келесі. Енді мен осы сабақты бастамас бұрын, яғни баланы, мысалы, курсқа жазады ғой балаларды. Сол кезде бастамас бұрын, или мектепте сабақ берген кезде де, мен бірінші математика не үшін керек екенін ұғындыратынмын балаларға. Содан кейін сабақты бастайтынмын. Ал енді келесі проблема. Бағанағы оқушылар, жаңа математика керек емес, мен журналист боламын, мен әкем айтты, бүйтіп айтты деген оқушыларға ол ойды кім салды? Яғни аға әпкелері, әке шешесі салды, иә? Ол оқушылардың ондай өмірлік тәжірибесі жоқ қой әлі. Олар сондай ойда болып жүр да. Енді ата-аналар, құрметті ата-аналар, біздің ми ең жалқау мүшелерінің бірі, иә? Бұл егер миға біз сигнал беретін болсақ, мынау нәрсе керек емес деп, онда ол мотивация балада болмайды, ол жасамайды. Баяғы біздің кезімізде, мына сізде ата-аналар отырсыз, сіздердің кездеріңізде, апай мынау неге бұлай деген кезде сол деп мұғалім жауап беріп, дальше жасай беретінсіз үндемей. Қазір жастар ондай емес. Қазіргі поколение оларға түсіндіру керек, не үшін керек, қалай керек деген сияқты, қалай шынықтырады, соның бәрін түсіндіру керек, сосын барып олар жасайды. Яғни менің айтпағым, дұрыс пікір қалыптастырыңыздар балаларыңызға. Яғни балаларыңызбен сөйлесіп көріңіздер, математика керек па, керек емес па, сұрап көріңіздер. Егер керек десе, керек емес десе де, сіздер менің айтқанымдай, бағана мидың тренировкасы, соның барлығын балаларыңызға дұрыс пікір қалыптастырып, жеткізіп көріңіздер. Менің ұсынысым. Ал алдымен кеттік ары қарай, математиканы қалай дұрыс оқу керек? Ары қарай осыған тоқталамыз, математиканы қалай дұрыс оқу керек? Бұл жерде де мидың қалай жұмыс істейтініне тоқталамыз, өйткені біз миымыздың қалай жұмыс істейтінін біліп, содан кейін қалай дұрыс үйрену керегін сол әдістерді қолданамыз, Мысалға, давайте елестетіңіздерші, бүгін оянған сәттен бастап, қазірге дейінгі барлық нәрселерді естеріңізде ме? Мысалы, бүгін ояндыңыз, шайыңызды іштіңіз, жұмысқа бардыңыз, жұмыстан қайтып келдіңіз, қазір менің алдымда вебинарда отырсыздар, Осы уақытқа дейінгі бүкіл сәттер естеріңізде ғой, естеріңізде. Ал бір ай бұрын не істегендеріңіз есіңізде ме? Бір ай бұрын осы күн, мысалы. Осы күннің бір ай алды, мысалы. Есімізде, Ал бір жыл бұрынғы дәл осы күн ше? Бір жыл бұрынғы дәл осы күн. Есіңізде ме? Жоқ, есіңізде жоқ. Себебі, ми бүгін оянған сәттен бастап, бүгін азанда ояндыңыз, соның записін бәрін жасайды. Азанда оянғаннан бастап, сол записті жасап келе жатып, память толған кезде автомат түрде керек емес информация өшіп кетеді. Менің оқушыларымның случайында ол жаңағы математика өшіп кетеді, көбінесе. Енді аны миға қалай сигнал береміз? Ми мына информация маған керек деп қалай сигнал бере аламыз? Алдымен зейін қойып тыңдау арқылы, мен оқушыларыма айтам, оқушылар зейін қойып тыңдасаңдар, сендер миларыңа сигнал бере аласыңдар. Ми мына информация маған керек деп. Ал енді мынандай оқушылар шығады, одан кейін ағай өткен сабақты сіздің сабағыңызмен зейін қойып тыңдадым, қазір есімде жоқ дейді. Хорошо, мен оларға айтам. Оқушылар зейін қойып тыңдадыңдар, ол жеткіліксіз. Ол ми уақытша сақтады, сосын қайтадан өшіп түседі. Енді не істеу керек? Мен айтам оқушыларға, зейін қойып тыңдайсыңдар, содан кейін сабақтың үстінде соны қолданып шығарып көріңдер. Мен математика жайлы айтып жатырмын. Енді одан кейін келесі сабақта тағы келеді. Ағай өткен жол есіңізде ме? Мен зейін қойып тыңдадым, сабақтың үстінде шығардым. Менің қазір есімде жоқ. Хорошо, жақсы. Значит, зейін қойып тыңдаған жеткіліксіз, сабақтың үстінде шығарып көрген жеткіліксіз, үйге барып не істеу керек екен? Қайталау керек. Енді бір шама уақыттан кейін, бір-екі аптадан кейін тағы жаңағы оқушылар келеді. Ағай есіңізде ме? Ана сабақты біз зейін қойып тыңдадық, сабақтың үстінде шығардық, үйге барып қайталадық. Қазір бір шама уақыттан кейін біз ұмытып қалдық дейді. Есіңізде жоқ дейді. Әрине есіңізде болмайды. Енді жалпы қалай оқу керек сонда? Бірінші, зейін қойып
тыңдау керек. Сол сабақтың үстінде қолданып шығарып көру керек, үйге барып қайталау керек, сосын белгілі бір уақыт сайын қайталап жүру керек. Ана информация естен шығып кетпес үшін. Енді қайталау саны артқан сайын информацияның мида ұзақ сақталуы да артады. Мына бізде айтады ғой, қайталау білім анасы деп айтады ғой. Бұл босқа айтылмаған екен, е. Енді мысалы кейбір мұғалімдерден, ата-аналардан, мысалы көбінесе мұғалімдерден байқаймыз. Бала ұмытып қалса, басыңды неге ұмытпадың, неге ұмытып қала бересің деген сияқты ата-ана тарапынан да, мұғалім тарапынан да осындай ұрыстарды балаларға ұрысатқанын естиміз. Біз олай ұрыспас бұрын, жалпы бала да, ата-ана да, мұғалім де мидың қалай жұмыс істейтінін білу керек та. И сол әдістерді қолданып отыру керек. Ұмытып қалу, значит, проблема емес екен, е. Мен қазір сіздің бір жыл бұрынғы бос күн не істегеніңізді ұмытып қалғаныңыз үшін ұрыссам дұрыс па сізге? Ұрыссам дұрыс бола ма сіздерге? Дұрыс емес әрине, е. Өйткені мидың жұмыс істеуін біз қазір түсініп отырмыз, қалай жұмыс істейтінін. Енді ал мынандай қызық пікір естідім. Ағай дейді, менің 4-5 жасындағы бір кездер әлі есімде дейді. Мен оны қайталап жүрген жоқпын дейді. Қайталап жүрмесем де, менің 4-5 жастағы кездер әлі есімде дейді. Ата-ана естеріңізге түсіріп көріңіздерші қазір. Жастық шақ, балалық шақтан бір моменттер естеріңізде бар ғой әлі күнге дейін. Қайталап жүрмесеңіз де. Я, ол қандай сәттер? Қарапайым жалпақ тілмен айтқанда, ол эмоцияның жаңа шарықтау шегі, яғни пигі. Осы шарықтау шегі болғанда, яғни сіздің қатты ренжіген немесе қатты қуанған кезіңізде, сол момент сіздің есіңізде қалып қояды, ми автоматты түрде ұзақ уақытқа сақтап қояды. Кейде навсегда деген сияқты. Енді, ал сіздердің естеріңізде мынандай мұғалім бар ма? Оның сабағына қатысқан кезде, сабағын тыңдаған кезде, бәрі есіңізде қалып қояды. Келесі сабақ соның айтқанын айтып бере саласыз. Сондай мұғалімдер сіздердің естеріңізде болды ма? Менің мектеп оқыған кезімде ондай мұғалім болды. Яғни енді ол мұғалім қалай жасап тұр, қандай әдіс қолданды? Ол как раз сол эмоцияны көтеріп, оқушылардың эмоциясын көтеріп, барынша көтеріп, сосын информацияны салып жатыр миға, баланың миына. Солай салынған информация баланың есінде ұзақ қалады да. Бірақ өкінішке орай ондай мұғалімдер өте аз. Ал келесі НИШ, РФМШ, КТЛ сияқты мектептер көбінесе қалай жасайды? Бір тақырыпқа 100-200 есеп шығартады. Енді елестетіңіздерші, бір тақырыпқа 100-200 есеп шығарған баланың есінде қалмағанда, кімнің есінде қалады ол информация, ол тақырып? Қазірге дейін мысалы сұрақ көрсеңіздер болады, РФМШ-ның түлектерінен жаңа есеп шығарып беріп көріңіздерші, үлкейген кісілерден есеп берсеңіздер, әлі күнге дейін шығарып беру мүмкін олар. Естерінде қалып қойған соншалықты. Енді әр тақырыпқа 100-200 есеп шығаратын оқушылар аз өте. Ал бағана айтқандай түсіндіретін мұғалім аз. Проблема, я? Не істеу керек бізге? Бізге енді қалай оқу керек? Зейін қойып тыңдаймыз, бағана айтқандай, я? Одан кейін сол есептерді дәл сол сабақта шығарып көреміз, үйге барғасын қайталаймыз, белгілі бір уақыт сайын қайталап жүреміз. Түсіндіңіздер ғой, я? Енді дәл осы жолмен кез келген стандартты мұғалім, стандартты оқушыны мектептің стандартты математикасын үйретіп шығара алады. Яғни кез келген баланың математиканы үйретіп шығара алады. Мен бұл жерде кез келген баладан Асқар Жұмаділдаев шығарамыз деп айтып тұрған жоқпын. Ол математик шығарамыз деп тұрған жоқпын. Кез келген баладан стандартты математиканы меңгеретін деңгейде жасап шығаруға болады деп айтып тұрмын. Арғай математикада оқудағы ең көп кездесетін проблема, яғни бізде ең көп кездесетін проблема, 9 оқитын балам дейді, қазір өтіп жатқан есептерді мүлде түсінбейді дейді. 9 оқитын балам қазіргі есептерді түсінбейді дейді. Енді бұл неге бұл түсінбейді? Ең бірінші оқушының қай сыныптан қай жерден түсінбей қалғанын анықтау керек. Өте маңызды жері. Мысал келтірейін. 9 оқитын бала дейік, мысалы осы баланы алайық. 9 оқитын бала, мүмкін ол 5-ші сыныптан қалып қойды, түсінбей. Мүмкін ол 7-ші сыныптан қалып қойды. Соны анықтау керек. Математикада тарих сияқты емес. Мысалы 5-ші сыныпты білмей, 6-ны біледі, бірақ 7-ні білмейді деген ондай болмайды никогда. Егер 5-ті білмей ма, ол точно 6-ны меңгере алмайды. Ары қарай 6-ны білмесе 7-ні меңгере алмайды. Ол жаңағыда бір-бірімен тұрған моншақ сияқты бір жеріне үзілсе кетіп қалады. Яғни математика болмайды.
Вот как раз осы жерде анықтау маңызды. Яғни 9 оқитын бала есебін шығара алмай отыр. Неге? Қай жерден бастап түсінбей жүрсің? Қай класстан бастап түсінбей жүрсің? Соны анықтаймыз. 5-тен болса, сол үзілген жерінен бастап оқыту керек. Түсінікті ғой, иә? Мысал келтірейін. Бағана ата-аналардың арасында сұрадық қой, өзіңіз қалай оқыдыңыз мектепте? Жоқ деген ата-аналар болды. Нашар оқыдым дегендер болды, иә? Бірең-сараң болса да. Бірақ енді сол ата-аналардың өзін математиканы сол ата-аналарды тыңдайтын болсаңыздар, сондай ата-аналарды тыңдайтын болсаңыздар, олар былай айтады. Мен дейді 5-ші классқа дейін жақсы оқыдым бастауышта. Кейін 5-ші класстан математикаға келді, сонымен ары қарай түсінбей қалдым дейді. Немесе былай айтады, 7-де алгебра геометрия басталды, содан бастап математиканы түсінбедім дейді. Вот как раз осы проблема. Үзілген жер. Ата-ана сонда, ата-ана болсын, оқушы болсын, бәрінде осындай проблема. Яғни үзіледі 5-ші сыныпта, ары қарай программа кете береді, алға қарай 6-7 уже есеп қараған кезде бір ана иероглиф қарағандай қарап отырады есептерге. Дөм түсінбейді. Одан кейін қызығушылығы да төмендейді, бала оқымай кетеді. Содан мынандай түсінік қалыптасады. Менің балам негізі гуманитарий, мен негізі гуманитарий адам екенмін ғой деген сияқты түсінік қалыптасады. Негізінде жоқ, ол баланы да оқытып шығуға болады. Ол ата-ана да математиканы үйреніп шыға алар еді. Яғни маңызды жер проблеманың шешуін қалып қойған жерін анықтап, сол жерден бастап оқыту керекпіз. Осы жер түсінікті ғой, иә? Ары қарай, осы вебинарда көптеген математикаға байланысты проблемаларды қарастырып, және олардың шешу жолдарын ұсындым сіздерге. Ал енді мұғалімдік жолда бұл проблемаларды қалай шештім, осыған тоқталайық. 2011-12 жылдары мен 1-ші курста оқып жүрген кезінде қосымша табыс табу мақсатында 11-ші сыныптарда ұбт-ға дайындай бастадым. Ең көп кездескен проблема сол кезде 11-ші сынып бала келеді алдымызға. 5-6 сыныптан бастап білмейді, біреу бастауыштан білмейді, біреу 7-ден білмейді. Мен сол оқушыларды өзін емес, мен мұғалімдерді сөгетінмін. Яғни мұғалімдеріне өте қатты ауыр сөздер айтатын мұғалімдердің атынан. Яғни мына мұғалім не қарап отыр сені, мынандай осы уақытқа дейін не істеп жүр, неге сен мынадан бастап білмейсің деген сияқты өте қатты не қылатын тұғым, сөгетін тұғым. Ал енді қараңыздар, өзімнің мектеп оқыған кезінде, мен мектепте жаңағыдай 3-ші мектеп лицейін бітірдім, Қызылорда қаласындағы. Сол кезде сыныпта бізде 42 бала болатын, соның 4-5-еуі ғана 11-ші сыныпқа дейін математиканы меңгеріп шықтық, қалғандары көшіріп шықты. Яғни бұл жерде мен есімде қалғаны, мұғалім кім түсінді, сонымен дальше жұмыс істеп кете береді да, сонымен ары қарай тақырыптар өтіле береді, қалғандары көлеңкеде қалып, көшіріп, өйтіп 11-ші сыныпты бітіріп шықты. И қазір де осындай жағдай бізде өте кең белең алып тұр, кім түсінді, сонымен дальше жұмыс істей береді. Ал енді осы репетитор болып жүрген уақытта, менің осы мұғалімдік мамандығына қызығушылығым артып, осыны өзімнің миссиям ретінде таңдадым. 2017 жылы Алматы қаласындағы физика-математикалық мектепке шақыртып алдым. Яғни өзім мектепті сынап жүріп, мұғалімдерді сынап жүріп, мектепке топ ете қалдым десем де болады, мектептен бірақ шықтым. Бұл да бір үлкен бір опыт болды. Сол жылдары естеріңізде болса 2017-те жаңартылған білім мазмұнының енді еніп атқан кезі еді. Жаңартылған обновленная программа Сочи, БЖВ-ТЖВ-лардың енді еніп атқан кезі. Как раз сол кезде директор маған 2 сыныпты берді. Енді еніп атқан 5 пен 7-лерге еніп жатты сол жылдары. Сол сыныптарды берді. Мен как оқу орталықтағыдай, как обычно, бақылау жұмыс аламын. 5-ші сыныптан да, 7-ші сыныптан да. Сосын бақылау жұмысының результатына қараймын, 7-ші сыныптар 80% оның алдыңғы тақырыптарын білмейді. Ал 5-ші сыныптар оның алдыңғы тақырыптарын 50%-ын білмейді. Мен 3-ші тоқсанда түстім, ондық бөлшектер тақырыбына 5-ші сыныпта. 7-ші сыныпта қысқаша өту формулаларына түстім. 80% мына класста алдыңғы тақырыптар білмейді, көпмүше, дәреже, бөлшек білмейтіндер бар. Мен қалай ол мынаны өтем? Мынаны өтсем құмға соғанмен бірдей болады ғой деген сияқты. Мен директорға өзім немді айттым, ұсынысымды айттым. Бүкіл завучтар, директорлар барлығы отырып маған былай айтты. Асқар, бұл ГОСО, бұл стандарт. Бұл сен былай оқу орталықтағыдай өте алмайсың. Сен стандарт ГОСО-да, КТП-да не жазылып тұр план бойынша, соны өтесің күнделікті. Хорошо дедім. Яғни 7-ші сыныптарда қосымша дайындауды қарастырып, 5-ші сыныптарға экспериментті жасай бастадым. Яғни проблеманы айтайын сіздерге, қандай проблема? Алдымда 26 бала
мен бұған дейін қосымшада мысалы 10-10-нан өткіземіз, деңгейлеріне байланысты топтарға бөлетін едік қой. Ал ол жерде бәрі әртүрлі, 26 баланың 26 түрлі жылдамдығы бар, есеп шығару жылдамдығы бар. 26 түрлі қабылдау жылдамдығы бар. Біреу жай қабылдайды, біреу вообще қабылдамайды, біреу тез қабылдайды, біреу орташа қабылдайды деген сияқты. Сол жерде мен анықтап, балалардың деңгейін анықтап, жай қабылдайтын, нашар оқитындардың алдына отырғызып, алтауын, ең мықтыларына артына отырғызып, ортасына отырғызып, эксперимент сол жерде бастадым. Яғни менің арманым, мақсатым 40 минутта, бұл кезде 40 минут еді, 40 минутта бір тақырыпты, жаңағы бүгінгі өту керек тақырыпты 100% меңгерту. Яғни сіздер қазір түсінбей отқан шығарсыздар, проблеманың қаншалықты ауқымды екенін. 40 минутта тақырыпты 100%-ына 26 баладан меңгеріп шығу керек. Мақсат сондай. Амбиция орып тұр. Мен жаспын, қан қайнап тұр, және оған дейін сынап келіп тұрмын мектепте, не үйретіп жатсыңдар деген сияқты. Сонымен бастадым тақырыпты. Енді нашар оқитын баламен былай жұмыс жасайтынбыз, оған дейін опытымыз жеткілікті. Бір тақырыпты түсіндіріп болғаннан кейін есепті жазамын тақтаға, сосын шығару жолын көрсетемін. Соған ұқсас есепті нашар оқитын бала шығарады да, соған қарап, примерға қарап. Сәл өзгерсе шығармай қалады. Сосын оған тағы көрсету керек. Сосын тағы өзгерсе тағы шығармай қалады, тағы көрсету керек. Сөйтіп, мыжғылап отырсақ, артындағы орташа қабылдайтын, тез қабылдайтын оқушылардың іші түсіп кетеді. Олай бәрін оқытамаймыз. Яғни енді мен барымды салып, бәрін салып, уақытымды сол жерде жүгіріп жүріп, енді бақылау жұмысына келгенде, как раз бірінші бір жылыны тапсырған кезде, результат менің ойымдағынан шықпады. Яғни өзімнің ойымдағыдай болмады. Нашарлар солай нашар жазып берді, мықтыларым түсіп кеткен, сонымен дабылды қақтым. Яғни мен үшін үлкен бір шок болды да, неге бұлай деген сияқты. Енді мен сол жерде түсінгенім, қатемді түсіндім да, не проблема екенін түсіндім. Проблема ол мұғалім физикалық тұрғыда үлгермейді, бәрінің қасында түбінде тұрып, сен мынаны дұрыс, мынауың дұрыс емес деп, каждайының түбінде тұрып, жаңағыны айта алмайды екенбіз да, мұғалім. Содан мен анау бағанағы сөзімнен қайттым. Жаңағы мұғалімдерді сынап едім ғой. Сол сөзімнен қайттым. Оказывается, мұғалімдер толық 100%-ға үлгермегеннен кейін кім түсінді сонымен хотя бы лучше, чем ничего деп. Дымнан жоқтан жақсы әйтеуір бір 4 баланы алып шығайын соңына дейін деген сияқты. Алып шығады екен ғой деп мен түсіндім. Бірақ ана ой әлі ойымнан кетпейді, жаңағы 100% мен меңгертуім керек деген план, амбиция орып тұр. Сонымен мен не істедім? Кітаптар қара бастадым, іздене бастадым. Педагогтарды, мықты педагогтарды, Выгодский, Гальперин іздене бастадым. Кәдімгі бетпе-бетте әдіскерлерге бардым, математика әдіскерлерге. Сұрақ қарапайым болды. Қарапайым сұрақ қоямын. Жаңағы сөйлем қарапайым да, қараңыздаршы, қалай 100% 40 минутта бәрін меңгертіп шығуға болады оқушылардың бәрін. Сонда мұғалім, бір өте үлкен мықты мұғалім, әдіскер мұғалім айтты, күлді да маған қарап. Асқар, ол мүмкін емес деді. Егер ол мүмкін болатын болса, Қазақстандағы білім мәселесі шешілер еді ғой деген сияқты осындай әңгіме айтты. Енді бұл сөзден де мен тоқтаған жоқпын. Ары қарай зерттеулерді қарай бастадым да, тағы да не әсер етіп жатыр балалардың білім деңгейінің төмен болуына. Яғни бақылау жұмысы. Бақылау жұмысы бізде тағдырын шешіп береді да оқушының. Яғни ол бағасына әсер етеді. 3 қояды, 4 шығады, 5-ке шығады деген сияқты. Олар сол тағдырын шешіп беретін болғаннан кейін оларда қателесуге мүмкіндік жоқ. Жалпы жүйенің проблемаларын айтып отырмын, оқыту жүйесіндегі. Қателесуге мүмкіндік, былай айтсам да, громко болады, Қазақстанда қателесуге мүмкіндік жоқ деп айтсам, қателесуге мүмкіндік жоқ балада. Одан кейін олар қандай амалдарға көшеді? Көшіреді, сенімді болып шпаргалкасын дайындап келеді, соткасын дайындап келеді. Бүкіл нелерге дайындалады. Жүйелі түрде біз балаларды итермелеп жатырмыз сонда көшіруге. Ал енді көшіру сіздердің кездеріңізде де болған шығар, біздің кезімізде де болып жатыр, балалар да сондай болып жатыр. Өте кең белең алып тұр, осы Қазақстанда деп айтсам болады, қателеспеймін. Көшіріп алу бұл індет болып тұр, осы Қазақстанда, осы замандағы біздің індетіміз болып тұр. Проблемамыз ең үлкен. Батыс елдерінде, жаңағыдай, Америкада қарасаңыздар, көшіріп алу ол титер, жульничество дейді да. Ол ары қарай оның төркіні мошенничество ғой. Ол соған кетеді да. Солай қарайды адамға. А бізде көшіріп алдым десе, ол коллаборация, ол көмектесіп жатыр бір-біріне деген сияқты әңгімелер кетеді да. Жоқ, ол дұрыс емес. Көшіруді біз қазір проблема ретінде қарамасақ,
онда білім деңгейі, білім сапасы көтерілмейді. Біз осы мәселені де қарастыру керекпіз. Енді осы проблемалардың барлығын біз мен мұғалім болып жүрген кезде мынандай ой келді. Мен мынандай эксперимент жасағым келді. Яғни тақырыпты түсіндіремін. Тақырыпты түсіндіріп болғаннан кейін мен балалардың бәріне конверт таратамын. Конверттің сыртында есеп тұрады, берілгендері. Бала болғаннан кейін ішін ашады да, шешумен жауабын қарап, мен мына жерден қателестім ғой деп жасап отырады. И әр тақырыпқа сондай конверт жасау керек та. Содан мен ойландым, мақұл мен жасармын. Бірақ басқа мұғалімдер жасай ма оны? Содан идеясы келді. Онда мен образовательный портал жасаймын, яғни оқу порталын жасаймын. Сөйтіп 2018 жылы күзде жүзеге асырыла бастады. Идеясы 2018 жылы мартта келді, сол эксперименттер жүргізіп жүрген кезде. Жүзеге аса бастаған портал ретінде 2018 жылының күзінде асырыла бастады. Енді бұл жерде біз нені шештік, қандай проблеманы шештік? Ең біріншісі, былайынан бір есеп беріледі, оған 3 мүмкіндігі бар баланың. 3 рет қателесетін болса, шешуін көрсетеді. Шешуіне қарап, ары қарай соған штрафной есептер беріледі. Штрафной есептер дәл соған ұқсас, бірақ сандары басқа. Яғни есептерде генерация. Генерация деген некен түсіндіріп өтейін. Бағанағы 26 бала отырса, 26-сында 26 түрлі есеп тұрады. Түсініп отырсыздар ғой? Бұл да көшіруге біраз жаңа не қылады да, көшірмеуге ықпал етеді. Содан кейін есептерді шығарып келе жатқан кезде, дұрыс болса келесі есепке өтеді, дұрыс емес болса, сол есептің штрафнойын шығарып өте береді ары қарай. Келесі есепке өтпейді деген ғой. Яғни, пока сен анау тип есепті меңгермейінше, келесі типке өте алмайсың. Яғни, несі, логикасы сондай, басты логикасы. Осы қалан кезет платформасын сосын жасап бастап, 2019 жылы Алматы Астана қаласының және жеке мектептеріне енгізе бастадық. Енді жеке мектепке енгізгенде де қызықты нелер болды, жаңағыдай кейстер болды. Мысалға, мынандай болды. Мұғалім тақырыпты түсіндіреді. Содан кейін заданияны сайтта біздің порталда жібереді балаларға. Балалар орындарында жақсы оқитын балалар шығарып ары қарай кетіп бара жатыр. Нашар оқитын балалар мұғалім оны көріп отыр да, қызыл болып қайта-қайта қате болып отыр. Сонда процесс ауысты, керісінше болды. Яғни бұған дейін мұғалімнің уақытын алып жүрген жақсы оқитындар еді ғой. Болған кезде дәптерін жүгіріп апарады, апай мен болдым деген сияқты. Енді бұл керісінше болды. Жақсы оқитын балалар кетіп бара жатыр. Нашар оқитын балалармен мұғалім көбірек байланыс жасай алды. Жақсы ерекшеліктердің бір керісінше басталды осылай. Ал енді 2020 жылы платформаны пандемия кезінде біз тегін қолдау көрсеттік мұғалімдер мен оқушыларға. Ары қарай қалан кезет онлайн математикалық мектебін аштық. Енді пандемия кезінде барлығы онлайн не қылды ғой, басталды ғой тренд. Сол уақытта осы ұйымдастыруда жаңашылдықтарды енгізу арқылы мынандай жетістіктерге жете алдық. Үлгерімі төмен оқушылар өз сыныбында математикадан үздік нәтиже көрсете алды. Яғни НИШ, КТЛ, ФМШ сияқты зияткерлік мектептерде түсе алды. Қазір оқып жүр. ОБТ-да математикадан жоғары балл жинап, грант иегерлері атанып жатты, оқушыларымыз. Мысалға, Есдәулет Нұрөділ деген оқушымыз, мысал ретінде, дейін ол математикадан қабылдау жылдамдығы, қабылдау өте үлгерімі төмен бала еді. Мен бұл жерде мысал ретінде бір өте ерекше есінде қалған оқушыларды алдым да. Мысалы, математикадан қабылдау өте төмен, үлгерімі төмен еді. Ал мені білесіздер, любой кез келген баланы математик қылып, жаңағыдай шығарам деген әңгімені айтып жүрмін. Кез келген баладан стандартты математик шығарам деп. Енді соны бала өткен тақырыпты сразу ұмытып қала береді да. Соны мамасы курстарға берген, әртүрлі математик мұғалімдерге тапсырған. Сонымен олар айтыпты, балаң мамасы тарихшы, балаңыз сіз сияқты гуманитарий деп ренжітпей қайтарып жіберіпті. Сонымен менің жаңағыдай немді естіп, кез келген баладан математик шығаруға болады дегенді естіп, мамасы қуанып, маған алып келеді, ал көр мына баланы деп. Сонымен мамасы біздің курсқа жазады. Содан бір сабақ өтіледі, келесі сабақ түсінген сияқты болады, келесі сабақты ұмытып қалады. Ладно, енді келесі сабақ, 3-ші сабақ, 4-ші сабақ сөйтіп, 8-ші сабаққа дейін келді, ұмытып қала береді. Жаңағыдай, дәл бір тақырыпты ұмытып қала береді. Сонымен мен 8-ші сабаққа келе жатқан кезде мен ойладым уже, почти бір ай оқиын деп жатық та сол кезде. Шынымен де сондай оқушылар болатын шығар деп бір үмітімді үзе бастаған кез болды да. Сонымен 8-ші сабаққа келсем шығарып жатыр да уже. Ары қарай уже алып
бастап кеттік та. Сонымен 5-ші сыныпта еді сол кезде 5-ші сыныбын әдемілеп уже жақсы нәтиже көрсете бастады. 6-шы классында уже мамасы мен баламды КТЛ-ға тапсыртқым келеді дейді. Мамасына бірден айттым. Мамасы бұл бала сөз жоқ, жақсы келе жатыр, результат жақсы келе жатыр. Бірақ ол әлі неше КТЛ-ға түсетін деңгейде емес та деймін да баласына, мамасына. Сонымен мамасы жаңағыдай ренжіңкіреді сол уақытта енді. Бірақ айтты сонда да давай дайындалайық. Үнсіз шайтан көрейік, тапсырып деген сияқты айтты да. Сонымен хорошо деп ары кірістік. Сонымен КТЛ-дың бірінші турынан өткенде мен шық болдым ғой. Сол бала КТЛ-дың бірінші турынан өтіп, екінші турына кіріп баратқан кезде уже үміт ойналды. Молодец, Нұредель. Екінші турға сәл бал жетпей қалды. Бірақ сонда да бұл да жеңісті ол бала үшін. Өте 0-дің деңгейінде баладан уже осындай жаңағыдай қазір сыныбында үздік оқушылардың бірі да. Бағана гуманитарий болады деп жіберген мұғалімдер курста бұл бала қазір программист болуға талпынып жүр. Яғни технический мамандыққа кетіп бара жатса, таңдап ары қарай мен программист боламын деп сондай талпынып, ізденіп оқып жүр да. Енді мына оқушы Тілеужан Ақжан дейін 6-шы сыныпқа нешеге түспей түсе алмай қалған, тапсырып дайындалып 7-ші сыныпта РФМШ-ға түсе алмай қалған. Яғни оқуға деген қызығушылығы төмендеп, өзіне сенімділігі азайған. Бізге бұл 8-ші сыныпта келді оқушы. Папасы как раз жазды біздің курсқа. Сонымен жүйелі түрде дайындалды бізде. Содан кейін 9-шы сыныптың аяғында как раз есімде ағай мен РФМШ-да набор болып жатты как раз жаңа мектептің ашылуына, жаңа мектептің ашылу құрметіне тағы да бір бос орындар босады деп. Сонда тапсырып көрейін деп. Сөйтіп 9-шы сыныбында тапсырды, қыз өтті, қазір РФМШ-да оқып жатыр. Бұл мен не айтқым келіп тұр? Көбінесе 7-ші сыныпта, сол 6-шы сыныпта зияткерлік мектептерге түспей қалған балалар, қазір енді түсейін деп жатқандар болсын, түспей қазір отырып, қазір вебинарда отырғандар болсын, сіздерге айтарым. Как раз сол түспей қалғаннан кейін балада үлкен стресс болады. Ата-аналардың барлығы үмітін артып қояды ғой. Біз сені төлеп жатырық, оқытып жатырық, сен түсуің керек деген сияқты. Ал неше РФМШ-ларда 2000 орын, 1500 орын, түсетіні 72, 96 деген сияқты балада. Сіздер елестетіңіздер шу, бәрі дайындалып жатыр. 2000 баланың 2000-де бәрі бір жерде дайындалып жатыр да. Анау 96 орын, 72 орын деген өте аз, өте аз. Енді соның қалғанын бәрі түспейді ғой енді. 2000 адамның мысалы 96-сы түскеннің өзінде қалғанның бәрі түспей қалады. Ал соларда 7-ші класста уже оқымай кетеді көбісі. Басым көпшілігі біздің байқап жүргеніміз. Жаңағыдай түспей қалдым, үмітін ақтамадым деген сияқты. Мен сондай оқушыларға мына үлкен пример да, Тілеужан Ақжанның примері, ол тоқтатқан жоқ. Ол соңғы немес қой, соңғы остановка емес қой жаңағы. Түспей қалған оқушылар мына жерде ата-аналары нелер тыңдап отырса, немесе қазір зияткерлік мектепке дайындалып жүрген ата-аналар болса да. Келесі Жәңгірхан Нұрлыбаев дейін, яғни 11-ші сыныпқа дейін математика таңдау пәні ретінде қарастырмаған. Яғни бұл баланы мен мүлде оқымаған бала деп айтпаймын. Просто математика таңдамаймын, мен маркетолог боламын. Маркетолог болуға математика керек емес деп ойлап жүрген. 11-ші сыныпта мамандығын қараса таңдауын. Маркетолог болу үшін сол оңай қалғанда қараңыздар, география математика таңдау керек екенін түсінген. Яғни білген сол уақытта ғана. Сөйтіп мамасы оны біздің курсқа жазады. 10 ай бойы жүйелі күнделікті дайындалады. Сөйтіп математикадан 40 балдан 37 бал жинайды. Яғни 40-тан 37 жинады бала. Енді қараңыздар, Қазақстандағы топ университетке түсті, армандаған мамандығына түсті. КБТУ-дағы маркетолог мамандығында қазір грантта оқып жүр бала. Менің енді неге бұлай айтып жатырмын? Біраз нелерде курстарда байқаймын, 100% грантқа түсіп берем деген нәрседе, ОБТ таңдап отқан ата-аналар сіздерге айтайын, 100% грантқа түсіп берем деген нәрседе, екі пәні өзің армандаған жазасын, екі пәнді олар жазады. Яғни солтүстік Қазақстандағы бір университет Павлодарға бір жерге түсті, мысалға. Оңтүстікте орын жетпейді гранттың саны, солтүстікте бос университеттер. Сол жаққа жібереді, әйтеуір сен грант алдың деген нәрсе да. Гарантия мен сен грантқа түсіп берем. Проходной болсам болды. Физика математикада грантқа жердің бір жеріне түсіріп береді. Проблема жоқ. Ал менің айтпағым, оқушылар, ата-аналар, сіздер әйтеуір бір грантқа түсу емес мақсат. Мақсат ондай болмау керек. 11 сыныптар айтып отырмын да. Мақсат армандаған
үшін сіздер дайындалған кезде сондай армандаған мамандыққа түсемін деп дайындалыңыздар да. Кез келген неге грантқа түсемін деп емес. Енді мына жерде қарасаңыздар, мамасы курсқа жазды, папасы курсқа жазды деген сөздерді байқадыңыздар ғой, мына жерде оқып отырсыздар ғой. Енді осындай жетістіктерге алып келетін ұзақ уақыт бойы сапалы жұмыс істеп тұрған курс жайлы айтайын ба? Мен қазір оны чатты қосайын. Дәл осындай жетістіктерге жеткізіп тұрған, жұмыс істеп тұрған курс жайлы айтайын ба? Мына жерде чатты қостым. Егер иә десеңіздер, ары қарай курс жайлы айтып вебинарды жалғастырамын. Ал егер жоқ десеңіздер, осы жерден вебинарды тоқтатып, уәде етілген диагностиканы беріп сіздермен қоштасамын. Я айтыңыз не? Так, айтып жатыр. Так, ары қарай. Жақсы. Қалан кезет, міне порталымыз, яғни адрестік жолға қалан кезет деп жазған кезде мынандай парақша шығады экрандарыңызда. Телефон номерін құпия сөзді жазу арқылы біз сайтқа кіреміз. Яғни сайтта бірінші курсымызда алдымен балаларға диагностиканы өткіземіз. Яғни бұл жерде диагностиканың маңызын айтып жіберейін. Мысалы, мынандай оқушылар болады. 11-ші сынып, 9-ші сынып бала. Біз айтты, мысалы, көп курстарда былай да, оларға айтады, 5-ші сыныптан бастап оқы дейді. Бала айтады, не үшін оқуым керек? Мен 9-ші сынып, мен 5-ті өткем, 5-ке оқам деген сияқты мәселелер болады. Олар ана ұмыту мәселесін, ұмыту бар ғой, бағана айттық қой. Қайталап жүрмесе ұмытып қаламыз деген сияқты. Сол мәселені ескермейді да, мен 5-ші класста 5-ке оқам, бәрін білемін дейді да. Сол балаларға біз айтамыз да, балалар бірінші диагностиканы өтіңдер. Диагностикада нақты білімдеріңді біле аласыңдар. Яғни нақты білім біле алмаған ол ата-ананың үлкен проблемаларының бірі деп ойлаймын да. Көп ата-аналардың ойынша балаларымыз жақсы біледі дейді, 4 пен 5-ке оқиды да әйтеуір дейді. Бұл 4 пен 5 салыстырмалы түрдегі 4 пен 5 та. Нақты баланың деңгейі емес. Сіз нақты баланың деңгейін білу үшін біз мынау диагностикадан өтіңіз и точно көресіз да баланың деңгейін. Мұғалімдер пандемия кезінде мен өзім лично естідім, 3-ті қоймаңдар, 2-ні қоймаңдар. Бәріне 4 пен 5 қойылды. Осындай болды да. 4 пен 5 бәріне қойылды. Проблема пробел жетеді, бағанағы үзілген жер басталса бала түсінбейді. Қазір 9, 10, 8 оқытқандар, 11 оқытқандар бізге келіп диагностиканы тапсырып жатыр. Нәтиже мәз емес. Мен айтсам болады, өте мынау 1,5-2 жыл өте қатты әсер етті десем де болады мынау. Осы диагностика арқылы, диагностикада мына көрсетіп жіберейін, мынау скрин экранымен көрсетіп жатырмын. Мысалы, мынада есептер тұрады, көп жауапты есептер болуы мүмкін. Егер белгілеп жауабын енгізсе, келесі есеп не алады, болмаса білмейтін болса, білмеймін деп басады. Бұл жерде тұрған проблема жоқ, білмейтін болса, білмеймін деп басыңыздар. Оқушыларға несі. Енді қараңыздар, осылай орындап келе жатып, болған кезде бізге меңгеру немесе қайталау керек тақырыптарды шығарып береді программа өзі. Міне, координаталық сәуле, натурал сандарға арифметикалық амалдарды қолдану реттілігі деген сияқты осындай тізімді береді. Балаға тізімді береді. Ал одан кейін ары қарай өсіп төмен қарай өтеді. Мысалы, 8-ші сынып бала болса, бірінен кейін бірін асты қарай өтіп, өзінің нақты несі шығады. Қай тақырыптарды біледі, білмейді деген сияқты. Енді осы ары қарай персоналды оқыту дегеніміз не? Жалпы осы персоналды оқыту Қазақстанға былайша енді келе жатыр. Бұл батыс елдерінде, Америкада бұл уже дамып кеткен, бұны біраз дамытқан, ал бізге Қазақстанға енді келе жатыр. Яғни персоналды оқытуға қысқаша тоқталайық. Бұл жерде, мысалы, бағана диагностикаға байланысты баланың қай тұстары нашар, қай тұстары мықты екенін білді ғой. Соған байланысты балаға тапсырма беріп отырады. Біздің персоналды оқытуымызда соның жеке жоспар құрылады балаға, былай айтқанда. Баланың өзіне жеке, сіздің балаңыз бар, соның өзі жеке жоспар құрылады. Бірақ группа емес. Мысалға, группамен оқыған кезде, немесе класста оқыған кезде, кейбір балдар үй жұмысын орындамай келсе, мысалы, жеткілікті шығару керек тапсырмалар болады ғой, мысалы, осы тақырыпты меңгеріп ала жүру үшін мынандай есеп шығару керек, мынаны түсіну керек деген сияқты. Егер оны өтпесе, ол ары қарай жалғаспай қалады да, пробел пайда болып қалуы мүмкін. Ал неде, жаңа группамен оқығанда или класста оқығанда пробел болып қалу қаупі өте жоғары. Өйткені, мысалға, бір күн біреу үй жұмысын шығарып келеді, біреу шығармай келеді, біреу жай шығарады, біреу тез шығарады. Енді мен жай шығарады дегенді мен проблема ретінде қарастырып отқан жоқпын. Ол проблема емес, негізі ата-аналар одан паника тудырып не қылатын нәрсе емес. Жай шығарса, до конца шығарсын, главное тапсырманы аяқтаса болды, проблема жоқ ол жерде.
жай шығаруды проблема ретінде айтып отқан жоқпын. Енді мына жаңасын бастау деп басқанда баланың өзіне жаңа қателеріне байланысты программа құрылады. Сол программада күнделікті 20-25 есепті программа өзі автоматты түрде балаға беріп отырады. Күніне 20-25 есеп, ол примерно жарты сағаттық 40 минут, әр кетсе 40 минут болатын жаңағыдай уақыты кетеді. Сондай уақыт кетеді. Сол 20-25 есепті шығарып жүреді, сол шығарып жүргеніне байланысты күнделікті программасы ауысып отырады. Сосын бағана айттым ғой, тыңдау, қайталау, периодты түрде бір қайталап жүру деген нәрсенің барлығы осы программада ескерілген. Яғни бала өтіп жүреді, программа өзі автоматты түрде бәрін беріп отырады. Жаңа қайталауы, бірнеше уақыт сайын қайталауы, соның бәрін программа өзі беріп отырады персоналды оқытуда. Бастысы бала күнделікті жаңа 20-25 есебін шығарып жүрсе болды. Енді мынау персоналды оқытуды басқанда, мына жерде қарасаңыздар, теория деген тұр, теория шығады. Ол теорияда видео сабақ бар. Сол видео сабақты қарап алып, одан кейін сабаққа кірісу керек. Сабақты ары қарай мына қарап жүрсеңіздер, экранда назар аударсаңыздар, видео түсіндірме деген бар. Әр есепке видео түсіндірме жасалған, әр есептің шешуі бар. Яғни бір есепке 3 штрафной деді, мына 3 жолдықша көрдіңіздер ғой. 3 мүмкіндік береді, 3 мүмкіндікке 3 штрафной есеп береді. Программа өзі автоматты түрде барлығы. Яғни видео түсіндірмеде сол есепке ұқсас, бірақ саны басқа видео түсіндірме соны көреді да, соны келесі есептерді ары қарай шығара береді бала. Енді қараңыздар, видеосын қарап, теорияны қарап, видео түсіндірмесін қарап, шешуін қарап, сонда да түсінбесе, біздің курста арнайы не бар, чат бар. Бұл чатта, мына төменгі жағында тұрады, сол чатта ағай мына есепті түсінбедім деп жазатын болса, бізде мұғалімдеріміз 24 сағат ішінде емес, яғни тез арада жауап береді. Біз ең жылдам кері байланыс деген атқа жаңағыдай атты сақтап қалуымыз керек деп, бұл осыған кірісіп жатырмыз да барынша. Енді осыны мұғалім парақшасы, мысалы жаңа Темір Бақытжан жасап жатыр, сол сообщениесі келді, сол мұғалім қарап отырады. Анау жасыл дұрыс болғаны, сары видеосын қарағаны, қызыл қателескені, неше минут бұрын шығарды, онлайн отыр ма, отқан жоқ па, сообщениесіне жауап та бере алады, немесе қараңыздар, егер чатпен, смс-пен мәселе шешілмесе, проблема шешілмесе, онда аудио қоңырау жасай алады мұғалім. Главный жақсы түсіндіреді да, барлығын түсіндіріп жібереді. Содан кейін осы былайша айтқан кезде мұғаліммен кері байланысты. Мына жерде бұл кері байланысты маңыздылығы, мысалы балаңыз есеп шығарып отыр ғой, мысалға. Есеп шығарып отырып, шығарып отқан кезде сразу жауап, шығарылмай жатқан есебіне сразу жауап алған ол тиімді ғой. Бастысы күнде 20-25 есепті түнгі 12:00-ге дейін шығарып жүрсе болды, күнделікті. Яғни 30 күн болса, 30 күн бойы күнделікті есеп шығарып жүреді. 20-25 есеп 30-40 минут уақытын алады. Енді қараңыздар, 10 жылдық тәжірибе негізінде жасалған 3 жыл сынақтан өтіп жемісін көрсеткен, яғни 3 ай 4 ай жасап мына курс деп ұсынып тұрған жоқпыз. 3 жыл сынақтан өтіп жемісін көрсеткен баланың нәтижеге жетуіне барлық жағдай қарастырылған, мыңнан аса балаға нәтиже көрсеткен, көптеген ата-ананың алғысын алған осындай курсқа қатысқыңыз келе ма? Осы қатысқысы келетіндер болса, мұнда чатқа курс деп жазыңыздаршы. K-U-R-S 4 әріптен тұрады. Курс деген сөзді жазып жіберіңіздерші астына, чатқа. Курс деп жазып жіберіңіздер. Жақсы екен, маған ұнап жатыр дейді. Енді ұнап жатса курс деп жазыңыз астына. Так. Я, ұнап жатса курс деп жазыңыздар, астына курс деп. Так. Енді керемет екен дейді. Керемет екен біз курс деп жазыңыздар. Осындай курсқа қатысуларыңыз келсе, жаңа айтып отырмын, түсіндіріп отырмын барлығын. Осы курс деп жазыңыздар астына. Енді ары қарай келесі сұрақ туындайды, келесі сұрақ уже кетіп жатыр. Ақылыма қанша тұрады деген сұрақ кетіп жатыр арасына. Төмен оқушыны қалай қызықтырса болады. Ары қарай сұрақтарға қазір кетеміз. Уже қанша деген сұрақ көбейіп кетті. Ол логично, яғни уже дәл осындай курсты сіздер қаншаға бағалар едіңіздер? Давайте сіздердің пікірлеріңізді сұрайын. Дәл осындай курсты сіздер қаншаға бағалар едіңіздер? 30 күн бойы.
күніне 40 минуттан шығарып отырады. Персоналды оқыту, бүкіл жүйе жасалған. Оқушының нәтижеге жетуіне барлық жағдай қарастырылған. Әртүрлі бағалар жазылып екен. Жақсы. Ал мен өзім бұл курсты 50 мыңға бағалаймын. Айына 50 мыңға бағалаймын. Яғни 30 күнді 40 минутқа көбейтіңіздер, 1200. Аптасына мысалы 7 күн болса 7 күн бойы сабақ болады. Яғни бұл 50 мың теңге сіздер үшін қымбат па арзан ба жазып жіберіңіздер. Айына 50 мың теңге. Қымбат па арзан ба сіздер үшін? Қымбат қой дейді. Білім үшін қымбат емес дейді. Жұмыссызбын қымбат дейді. Қымбат. Бала үшін қымбат. Бір адамның айлығы дейді. Так, енді бұл жерде мынандай мәселе да, курс мен 50 мыңға бағалап тұрмын, мен өзім жасап шығарған дүние, мен өзім қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса дейді, мен өзім 50 мыңға бағалап тұрмын бұл курсқа. Енді рынокта, нарықта 2000 теңгеден бастап айына 200 мың теңгеге дейін курстар бар. Олар да өздері біледі. Енді қараңыздар, сапасыз курсты алып, ол тексерілмеген, нәтиже бере ме жоқ па белгісіз. Сондай курсты алып, ақшаңызды құртып, 2000 теңгеден қанша оқисыз мысалға? 10 ай оқысаңыз қанша ақшаңыз кетеді? Соны оқып, уақытыңызды құртқанша сапалы, проверенный курсты алу керек, Сосын бағана сіздерге айтылды ғой. Бағанаға жаңа 3 оқушының мысалын көрсеткенде, ата-анасы келіп жазды деп жазылды ғой сөз. Ол ключевой сөз. Яғни ата-анасы өз қолына алу керек. Яғни жауапкершілікті өз қолына алу керек. Егер жауапкершілікті ата-анасы сіз алмасаңыз, басқа ешкім алмайды. Мұғалім де алмайды, оны оқушы да балаңыз да алмайды. Яғни жауапкершілікті сіздер өз қолдарыңызға алу керексіздер, Енді мен сіздерге айтайын, 50 мың теңге қымбат деп көрдім. Негізі ақшасы бар адамға білім үшін қымбат емес қой дейді. Негізі баға деген қымбат, арзан деген ол салыстырмалы түрде, бірақ мына жерде қымбат деген сөз өте көп болды. Осы вебинардың соңына дейін отырғандарыңыздың құрметіне 30% жеңілдік жасаймын. Сонда бағасы айына 35 мың теңге болды. Ал енді қымбат па арзан ба? Шамалы үнсіздік. Ойланып жатсыздар ма? Инвестиция балаға құйған дейді. Бұл жерде инвестиция туралы айтып жатыр. Сол сияқты қазір балаңызға инвестиция құймасаңыз, ертең одан нәтиже күтпеңіздер ол баладан. Яғни қақыңыз жоқ ол баладан нәтиже күтуге. Инвестиция құясыз, бала үлденіп өседі, ол да сондай ғой. Так, қымбат дейді. Хорошо. Онда былай жасайық. Сіздердің тез шешім қабылдайтын ата-аналарды мен құрметтеймін. Қымбат дейді, норм дейді. 2 бала қатысса скидка бар, ол жағын не аламыз? Өте жақсы, рахмет дейді. Қол жетімді. Ойбай көтек дейді. 17500. Так, ура дейді. Енді ата-аналар қазір айтып жіберейін. Ал бастапқы төлеген 25 ата-анаға ментормен сабақ өту мүмкіндік берем, және кіріспе арқылы оқыту жүйесін қосамын. Яғни ментор деген кім? Бастапқы төлеген алғашқы 25 ата-анаға. Ментор дегеніміз жаңағы оқушылар күнделікті жасап жүреді ғой, тапсырмаларын. Сонымен байланыста болады оқушымен. Яғни досы ретінде күнделікті жасамағанын қадағалап, сонымен сөйлеседі. Проблема болып жатса, орындамай жүрсе оқушы, мұғалім сол ментор бірінші оқушымен шешуге тырысады. Егер болмай жатса, уже ата-анасына хабарласады, бала орындамай жатыр деген сияқты. Ал оған дейін ментор мұғаліммен, оқушымен байланыста болады. Яғни біз курсты сатып жіберіп, ары қарай күл болмасаң гүл деп отырмаймыз. Біз нақты олардың нәтижеге жетуін қадағалап жүретін ментор қойдық. Енді кіріспе арқылы оқыту жүйесіне қосамын деген, ол не нәрсе екенін түсіндірейін. Бұл өте керемет нәрсе. Өткен жылы біз Zoom-мен осы қалан кезетпен оқытқан кезде ең үлкен проблема ол үй жұмысын орындаттыру болған еді. Офлайнда да сол проблема болған еді, үй жұмысын орындаттыру. Балалар көбінесе орындамайды. Енді біз сол кезде ұрсамыз, советский методты қолданамыз, таяқпен оқытқандай ұрыс. Орында деп сөйтіп біз өзімізді шаршадық, баланы да шаршаттық, ата-ананы да шаршаттық.
осы август айының 2-сінен бастап, осы биылғы жылдың август айының 2-сіне оқу сезонының басынан бастап біз не істедік? Мен ақша кэшбэк қайтаруды қостық. Яғни бала бүгінгі күннің жаңа 20-25 сенің орындайды ғой түнгі 12-ге дейін. Орындаса болды, біз 100 теңге кемінде кэшбэк қайтарамыз. Яғни ақша береміз. Балалардың заданияны орындағанына ақша бергенімізге қарсы тарап бар, қолдайтын тарап бар. Мен қарсы тараптар кімдер көбінесе? Мен байқап отқаным үлкен жастағы психолог педагогтар. Және жас психолог педагог мамандар шетелде оқып келгендер, олар маған айтты да, Асқар ағай, мүмкін осы ақша беруіңіз сіздің қазіргі поколение Z-қа сол дұрыс шығар деді. Өйткені қазіргі поколение расчетливый бәрін есеппен жүреді. Өздеріңізде байқайсыздар ғой. Енді бұл жерде мен қандай тағы бір қауіп бар, мынау мәселеге түсіп кетпесеңіздер болды ата-аналар. Ақша беру керек екен баланы жұмыс еткізу үшін деп, аяғымды уқалап бер ақша беремін, ыдысты жуып таста ақша беремін, ананы жинап таста, үйді жинап таста ақша беремін. Олай емес. Олай құлдық санақ емес. Сіздер мына жерде мына кітапты оқып таста, мен саған мынанша ақша беремін. Мазмұны ұнайды. Мына есепті шығар күнделікті, мен саған ақша беремін. Зато соңында бала миында информациямен қалады да, біліммен қалады да. Осыны ескеріңіздер. Яғни біз кэшбэк арқылы бала күнделікті орындау арқылы кемінде 100 теңгеден ала алады. Яғни бұл жерде логикасы бар. 100 бала оқып жатса курста, 100-ның 100-лі үй тапсырмаларын орындаса, каждыйына 100 теңгеден қайтады. Қайталап айтамын. 100 бала оқып жатса, 100-ның 100-лі үй тапсырмасын орындаса, бәрі 100 теңгеден алады. Ал егер 100 баланың 50 орындап, 50 орындамаса, орындамағандардың ақшасын орындағандарға үлестіріп береміз. Ескерту, бұл әділетсіздік деп өткенде бір ұрыс естідім ата-аналардан. Әділетсіздік емес, ол біздің ақша. Ол курс төленген, бұл біздің ақша. Біз сол ақшадан орындаған балдарға қайтарып береміз кэшбэк ретінде. Сосын жиналғаннан кейін 2000-дан асқан кезде біз балаға счетына аударып жібереміз. Біраз балаларда Каспий голдтар бар екен, сол счетына аударып жібереміз. И жаңағы балалар күнделікті орындайды да. Қызығы, балаларға қазір орында деп ұрсуды тоқтаттық. Өткен жылда ұрыспаймыз. Орындайды, кэшбэгін алады, ақшасын алады. Орындамаса ақшасы ноль, басқа балаларға бөлініп кетеді. Мотивация ретінде өте керемет мотивация болды. Біз қазір қиналып жүрген жоқпыз, как раз оқыту барысында. Күнделікті балалар әдемілеп тұрып оқып жүр. Енді ескерту, алғашқы төлеген 25 ата-анаға осы ментормен сабақ өтуге мүмкіндік беремін, және кэшбэк арқылы оқыту жүйесіне ұсынамын. Ескерту, курс тек қазақша 5-11 сыныптар үшін орыс ата-аналар төлеп қойып жүр, орыс сыныптарының, және бастауыштың ата-аналар төлеп қойып жүр. Ескерту, міне қазір, дәл қазір төлем жасаған ата-аналарға курстың бағасы сол 17.500 болады. Алғашқы 25 ата-анаға бағанағы ментормен кэшбэкпен оқыту, бағана жаңа айтылды ғой кэшбэк деген. Сол оқуды ұсынамын. Мына номеріміз 873-184-0086, Асқар Бақчанұлы, Асқар Болат деп шығып тұрады. Төлем жасалған соң. Так, төлемдер басталып жатыр уже. Төлем жасалған соң тыңдап алыңыздар. Жасалғаннан кейін чектің суретін, оқушының аты жөнін, оқушының телефон номерін, оқушының сыныбын, мынау 877-389-4030 деген номеріне WhatsApp арқылы жіберіңіздер. Төлемді жасап болғаннан кейін. Яғни алғашқы 25 адам дәл қазір жасаймыз төлемді. Дәл қазір ата-аналар. Орын саны шектеулі. Көріп отырсыздар, 25 ата-анаға ғана ментормен кэшбэкпен оқыту жүйесін ұсынамыз. Тапсырманы қай кезде орындау жіберу керек дейді. Расписание жоқ. Түнгі 12-ден орындаса болды бастысы. Бұл күндіз орындаймын.